والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'ala шексіз мақтаулар болсын, және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам салауаттар болсын. Сондай сіздер мен біздерді Allah subhanahu wa ta'ala хақты танып, хаққа құлшылық ететіндердің қатарында еткеніне, және пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллам салауаттар болсын. Сондай сіздер мен біздерге осындай бір асыл дінімізді, екі дүниеміздің бақыты болған шариғатымызды толығымен жеткізіп бергеніне. Және момын мұсылмандарға Алла субханала ва таала осындай бір әр жетіде жұмасына бір рет неғылды, қажылықтан да, яғни қажылық кезіндегі, болмаса ораза кезіндегі айттан да қуаныштырақ болған жұма күнін берді. Міне сіздер мен біздер осындай бір жұма күнінде тұрмыз. Алла субханала ва таала сіздер мен біздердің жұмаға ниет білдіріп келген ниеттерімізді Алла субханала ва таала қабыл етсін. Жұмадағы жасаған дұға тілектерімізді Алла тағала қабыл етсін. Міне бүгінгі тақырыбымызда, яғни жұманың тақырыбында хақтан келген неғметке, яғни Аллах Тағаладан берген неғметке шүкіршілік таныту. Момын мұсылманның әрбір адамның бойында болуы керек болған нәрселердің бірі ол хаққа шүкіршілік таныту. Яғни Алла субханала ва таала не неғмет берді, не нәрсе берді, бұлардың барлығына не шүкіршілік таныту момын мұсылманның міндеттеріне саналады. Өйткені Алла субханала ва таала Құран кәрімде бірнеше аяттарда келтіреді: "Ва ин таъду ниъматаллахи лан тахсуха" деп. Егер де сіздер Аллах Тағаланың неғметін санар болсаңыздар, оның санына ешқашан жете алмайсыздар дейді. Яғни Алла субханала ва таала бізге қандай неғмет берді, оны ешкім не ала алмайды, оны ешкім сана алмайды. Жалпы адамзатқа айтылып жатыр бұл. Яғни адамзат не қылады, Аллах Тағаланың неғметін санай алмайды. Ал момын мұсылманға келген кезде, момын мұсылманға берілген неғмет не қылады? Адамзатқа жалпы неғметке берілгеннен одан да үлкен неғмет берілген. Өйткені неғметтердің ішіндегі ең ұлысы ол иман неғметі болады. Момын мұсылманның жүрегіне берілген хақты тани алатын иманы. Ол ең үлкен неғмет болады. Алла субханала ва таала не қылу керек? Осы Аллах Тағаланың берген неғметіне сіздер мен біздер шүкіршілік танытуымыз керек. Әрбір нәрсенің өзінің берілген мөлшеріне жараса, не болмаса өзінің берілген жағдайына жараса, оның сұрауы да болады. Дауд алейхиссалам: "Ей Аллахым, сен маған неғметіңді бердің, және осы неғметті, яғни осы берген неғметіңе шүкіршілікті де сен бердің" дейді. Яғни өзің неғметті бердің, өзің маған шүкіршілікті бердің, осы өзің неғметті де шүкіршілікті де беріп тұрсың, оған қалай шүкіршілік жасаймын дейді. Сонда Алла субханала ва таала: "Я Дауд, осыны тануың, осы шүкіршілік" дейді. Яғни момын мұсылман шүкіршілік танытып жатқан болса да, оның өзі де Аллах Тағаладан берілген неғмет. Бірақ та Алла субханала ва таала Құран кәрімде, яғни аятта келтіріп айтады: "Фамма би ниъмати раббика фахаддис" дейді. Бірақ осы берілген неғмет жайында енді сен не айт дейді, енді сен сөйлеген дейді. Яғни Алла субханала таала не неғмет берді, осы неғмет жайында сөйлеу сіздер мен біздерге не қылады? Осы неғметке шүкіршілік танытуды үйретеді. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламнан келген хадисте Алла субханала таала өзінің пендесіне берген неғметін сол пендесінен көруін қалайды дейді. Яғни Алла субханала таала пендеге не неғметті берді, сол неғметті сол пендесінің үстінде көруін қалайды дейді. Егер бір адамға байлық беретін болса, яғни байлығы ода көрініп тұру керек. Немен көрініп тұрады? Зекетін берумен көрініп тұрады. Не болмаса садақасын берумен көрініп тұрады. Не болмаса сол халыққа жақсылық жасаумен көрініп тұрады. Егер Алла субханала таала бір адамға күш қуат берген болса, яғни ол да бір неғмет. Бірақ Алла субханала таала осы неғметтің ода көрінуі не болады? Сол күш қуатын неге сарп ету? Елдің тыныштығына, елді қорғауға, яғни мұсылмандарды қорғауға сарп ету, ол не болады? Осы күш қуаттың көрініп тұрғаны болады. Әрбір нәрседе. Ал осы Алла субханала тааланың иман, яғни неғметтерінің ең ұлысы иман неғметіне келген кезде, Алла субханала таала осы иман неғметін сіздер мен біздердің бойымызда көрініп тұруын қалайды. Яғни иманның неғметі қалай көрінеді? Момын мұсылманның Аллахтың бұйырған 5 уақыт намазын орындаумен көрінеді.
момын мұсылманның Алла субханала тағала алдағы уақытта келе жатқан мына Рамазан айында берген фарыз оразасы, міне осы оразаны ұстаумен көрінеді. Егер кімде-кім Алла субханала тағалаға иман келтіріп, осы иманның шүкіршілігін танытам дейтін болса, ол қалай танытады? Аллах тағаланың бұйырған нәрселерін орындаумен ғана не қылады? Танытады. Өйткені Алла субханала тағала Құран-ы Кәрімде мархамет етіп айтады. «Уайын шакартум ләзданнакум» деп. «Уайын кафартум инна азаби лашадид» деп. Егер сіздер шүкіршілік танытатын болсаңыздар, Алла субханала тағала мына осы шүкіршілікті арттырып беремін дейді. Яғни неғметімді арттырып беремін дейді, шүкіршілік танытқандарың үшін. Ал егер осы беріліп жатқан неғметке күпірлік танытатын болсаңдар, әлбетте Алла субханала тағала айтады, әлбетте менің азабым өте қатты дейді. Сондықтан да Алла субханала тағала сіздер мен біздерге осындай бір ұлы неғметті берді. Ол иманның неғметі. Міне осы иманның неғметіне келген кезде оның шүкіршілігі немен болады? Сіздер мен біздердің құлшылықтарымызбен табылады. Алла субханала тағала хадисі құдсида келтіреді. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисі құдсида келтіреді. Пендем маған ешқашан жақын бола алмайды дейді. Тіптен мен оған өзім парыз еткен нәрселерді орындамайынша дейді. Сондықтан да бір адам Аллахқа жақындау үшін, яғни Аллах тағалаға бір неғметін, берген неғметіне шүкіршілік таныту үшін, не болмаса Алла субханала тағалаға жақындайым деп қандай да бір амал істесе, ол ешқашан жақындай алмайды. Тіптен ол нені бастау керек? Аллах тағаланың өзінің бұйырған нәрселерін бастау керек. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям осындай бір сіздер мен біздерге адам мынау күнделікті өтіп жатқан күні адамды сондай бір дағдыландырып қояды. Ол өткен күні, кешегі күн қалай өтті, бүгінгі күн қалай өтті, ертеңгі күн қалай өтті. Әрқайсысы осылай өтуіне байланысты адам осы күніне де дағдыланып қалады. Міне бір нәрсеге дағдыланып қалу, ол не болады? Аллах тағаланың неғметін ұмыту қалып барады. Мысалы, бір пенде таңертең оянатын болса, ол күнделікті оянып жатқан уақыты оның. Не болмаса күнделікті дәл сол оянумен оянады, күнделікті сол асын ішеді, күнделікті жұмысын істейді, бірақ ол сол нәрсеге дағдыланып қалды. Сол дағдыланамын деп не қылды? Аллах тағаланың неғметін ұмытып қойды. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям осындай бір неғметті ұмытпау керек екендігін, әрбір таңдағы таңның аттырған неғметінің өзін не қылады? Өзінің хадисінде келтіреді. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді: "Ман асбаха минкум аминан фи сиррихи". Егер сіздерден қай біріңіз өзінің отбасында аман есен оянатын болса дейді. Яғни дені сау күйде аман есен таңертең оянатын болса дейді. "Ва муафан фи жасадихи". Яғни денесінде ешқандай бір ауырлық сезбестен, яғни ешқандай бір мазасыздық сезінбестен оянатын болса дейді. "Ва индаһу қудун яумихи" дейді. Және оның алдында сол таң атқан кезде күн батқанға дейінгі рызқысы алдында тұрған болса дейді. Оған не қылды дейді? Бүкіл дүние оның алдында тұрғанмен бірдей болады дейді. Момын мұсылманның неғметке, яғни Аллах тағаланың берген неғметіне шүкіршілік танытуды пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір күндікті бүкіл дүниемен салыстырып жатыр. Неге? Өйткені ол сол күнде момын мұсылман не істейді? Бүкіл дүниеден әлдеқайда жоғары тұратын жәннатқа ие болуға лайықты болады. Өйткені пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой: егер кімде-кім Алла үшін, Алланың разылығы үшін бір күн ораза ұстайтын болса, Аллах тағала оны 70 жыл не қылады? Тозақтан алыстатады. Аллах тағала оны таңертең оятты ма, аман есен денін сау етіп, және оның бір күндік азығы бар ма, сол күнде ол ораза ұстайтын болса, ол не қылды? Дәл сол күнін пайдаланып, не қылды? 70 жылға тозақтан алыстады. Не болмаса сол күндегі тұтылған, не болмаса сол күндегі істелген оразалары, не болмаса намаздары, Алла субханала тағала 5 уақыт намаз жазды. Бірақ Алла субханала тағала уәде беріп айтқан, егер кімдегі осы 5 уақытты өзінің орнымен орындайтын болса, Аллах тағала бұйырғандай орындайтын болса, оған 50 уақыттың сауабын береді. Міне пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтып жатыр хадисінде: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи ва муафан фи жасадихи". Егер өзінің отбасында аман есен оянатын болса, дені сау болып оянатын болса, ол бүкіл дүние оның алдындағымен бірдей дейді.
Бұл да момын мұсылманның ояну сәтіндегі Аллах Тағалаға жасайтын неғметі, Аллах Тағалаға жасайтын құлшылығы. Бірақ та момын мұсылман, сіздер мен біздер кейде не қыламыз, осының да ұмыт қалдырамыз. Мынау Құран-ы Кәрімде Алла Субханала Тағала қасиетті кітапта алдыңғы өткен Бәни Исраил жайында көптеген қиссаларды келтіреді, көптеген жағдайларды келтіреді. Тіптен олардың өзі ойлайды, біз шынында Аллах Тағала жақсы көрген құлдармыз деп. Өйткені анау арабтардың дінінің өзінде, арабтардың қасиетті кітаптарының өзінде, мұсылмандардың қасиетті кітаптарының өзінде біз туралы көп айтқан ғой деп өздері мақтанады. Бірақ Алла Субханала Тағала Құран-ы Кәрімде олардың өте бір сорақы істегендерін, Аллах Тағаланың неғметін танымағандарын Құран-ы Кәрімде келтіреді. Міне сіздер мен біздерге Алла Субханала Тағала осындай бір мысалдарды келтіреді. Ол мысалдар не үшін деген кезде сіздер мен біздер не істеуіміз керек? Солардың жасаған опасыздығын жасамауымыз керек. Олардың діндеріндегі алыстағандығын, не болмаса олардың өздерінің пайғамбарын жек көрген секілді біз пайғамбарымызды жек көрмеуіміз керек. Сондықтан да бізге көптеген мысалдар келеді. Ол мысалдар не үшін? Біз ақиқатты тануымыз үшін. Арабтарда керемет бір сөз бар. Ол сөзде айтылады, мысал әрине келтіріледі, ол жағдай өзінің санасына сіңдіру үшін дейді. Мысал бір адамға бір нәрсені айтып түсіндіруге қарағанда, оған мысалмен көрсететін болсаңыз, ол тезірек түсінеді. Мынау ақылдылық пен хикметтіліктің де айырмашылығы бар. Яғни діндегі ақылдылық пен хикметтіліктің айырмашылығы бар. Ақылды адам қандай адам деген кезде, ақылды адам бір адам өзі қателеседі, өзінің қателігінен өзі сабақ алады. Бұл ақылды адам. Енді бір хаким адам бар. Ондай адамдар қандай адамдар деген кезде, біреулер қателеседі, солардың қателігінен өзі сабақ алады. Бірақ өзі сол қателікке түспейді. Бұл хаким адамдар. Сондықтан да Алла Субханала Тағала Құран-ы Кәрімде сіздер мен біздерге, яғни Аллах Тағала хаким, пенделерінен, құлдарынан осы хикметтілікті талап етеді. Алдыңғы үмметтердің сіздер мен біздерге мысалын келтіреді. Олардың мысалы қандай еді? Алла Субханала Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва дарабаллаху масалан qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. Алла Субханала Тағала алдыңғы өткен қауымның мысалын келтірді. Құран-ы Кәрімде айтады, расында Алла Субханала Тағала сіздерге бір мысалды келтірді дейді. Ол мысал бір ауылдың мысалы еді дейді. Алла Субханала Тағала оларға не қылды дейді? Тыныштықты берді дейді. Және барлық жерден Аллах Тағала оларға рызқысын беріп қойды дейді. Яғни бір ауылға осылай рызқысын беріп қойды, тыныштығын беріп қойды дейді. Бірақ та ол ауылдың тұрғындары не істеді дейді? Аллах Тағаланың берген неғметіне күпірлік танытты дейді. Аллахтың берген неғметіне шүкіршілік таныту керек еді. Бірақ та ол ауыл не істеді? Аллахтың берген неғметіне күпірлік танытты. Алла Субханала Тағала осы берген неғметіне күпірлік танытқандықтан да Аллах Тағала оларға не қылды? Жазасын берді. Фазақахуллаху либасал жуи. Алла Субханала Тағала оларға шүкіршілік танытпаған еді, оларға аштықтың киімін кигізіп қойды дейді. Яғни аштықты беріп қойды оған дейді. Яғни Алла Субханала Тағала шүкіршілік танытпағандықтан уал хауфи дейді. Сол секілді қорқыныштың киімін беріп қойды оларға дейді. Бима кану яснаун. Осыны не үшін берді оларға? Олар өздері қалай не нәрсе жасап жатқан еді, осы жасап жатқан нәрсесіне жаза ретінде берді. Яғни Аллах Тағала оларға амандықты берген еді. Аллах Тағала барлық жерге оларға рызқысын берген еді. Осы амандық пен рызыққа шүкіршілік танытпағандықтан, күпірлік танытқандықтан Алла Субханала Тағала дәл осы нәрсенің тескерісін беріп қойды. Амандық емес қорқыныш берді, тоқтық емес аштық берді. Өйткені бұл екі нәрсе, амандық пен тоқтық, Аллах Тағаланың берген ұлы неғметтерінің бірі. Алла Субханала Тағала берді ма, бұған неғметтерге шүкіршілік танытуымыз керек. Өйткені Аллах Тағала уәде беріп айтып отыр ғой: "Ва ин шакартум ла азиданнакум." Егер сіздер шүкіршілік танытатын болсаңыздар, арттырып қоямыз дейді. "Ва ин кафартум." Ал егер күпірлік танытатын болсаңыздар, әлбетте азабым не қылады дейді? Әлбетте азабым өте қатты дейді. Момын мұсылманның неғметтері, момынға берілген неғметтері өте көп.
Алла субханала тағала шүкіршілікке келген кезде біз не істеуіміз керек? Аллах тағала осы неғметтерімізді хайырлы ету үшін біз оған не қылуымыз керек? Аллах тағала бұйырған нәрсені орындауымыз керек. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Құран-ы кәрімде, яғни назыл болған Құран-ы кәрімде «Ақалилум минан ибади шукур» дейді. Аллах тағала пенделерінің азы ғана не қылады дейді? Азы ғана шүкіршілік қылады дейді. Бізде Омар радиаллаху анху мешітке кіріп келген кезде бір сахабаның Аллахым мені аз пенделеріңнен қыл дейді. Мені аз пенделеріңнен қыл, мені аз пенделеріңнен қыл деп Аллахқа дұға жасап жатқанын естіді. Сонда Омар радиаллаху анху таң қалады. Бұл қандай аз, не нәрсені аз деп тұр бұл деп. Әлгі сахабаның дұғасы біткеннен кейін Омар радиаллаху анху алдына келеді. Сен жаңа дұғаңда естідім, мені аз пенделеріңнен қыл деп жатсың. Не нәрсені аз деп сұрап жатсың деген кезде Алла субханала тағаланың осы аятын оқып береді. «Уақалилум мин ибади шукур» деген Аллах тағала аятта айтты ғой дейді. Пенделерінің азы ғана шүкіршілік қылады ғой деп айтты емес па дейді. Мен Аллахтан сұрап жатқаным, Аллахым осы аз пенделерінің ішінде мен де болайыншы деп сұрап жатырмын дейді. Яғни Аллахқа шүкіршілік танытқандардың. Омар радиаллаху анху таңырқап не қылады? «Я Омар» дейді, «Я Ибн Хаттаб» дейді. Хаттабтың баласы Омар дейді. Расында сенен де неғі бар дейді, сенен де білімділер көп екен ғой дейді. Неге? Аллах Тағалаға шүкіршілік таныту кезде Аллах Тағала уәде беріп айтып жатыр. Аз ғана пенде ғана шүкіршілік етеді. Міне сіздер мен біздер, Раббым сол аз пенделердің ішінде бізді де тірілте көр деп дұға жасауымыз керек. Шынайы Иблис алейхи лаънаға келетін болсақ, яғни момын мұсылмандарды осы шүкіршіліктен тосып қоятын, момын мұсылмандарды Аллах Тағаланың неғметін ұмыттырып қоятын, ол Иблис алейхи лаънадан болады. Өйткені Иблис алейхи лаъна Алла субханала тағаланың бұйрығына тәкаппарланамын деп Аллах Тағалаға не қылды? Аллах Тағаланың рахметінен қуылды. Сондықтан да ол шайтан деп аталды. Яғни шайтан деп аталуы қазақта бір адамды шайтан деуге дұрыс емес негізі. Мысалы, қалжың ретінде де айтылған жақсы емес. Өйткені шайтан деген сөздің мағынасы Аллах Тағаланың рахметінен қуылған деген сөз. Шайтан құсамай кет шар деп жаңағыда бір-біріне қалжыңдар жасады. Оның негізі жақсы сөз емес ол. Аллахтың рахметінен қуылған деген сөз. Ал Иблис алейхи лаъна тәкаппарланамын деп Аллах Тағаланың не қылды? Рахметінен қуылды. Ол рахметінен қуылуына, осы тәкаппарлануына себеп болған ол Адам алейхиссалам еді. Адам алейхиссаламның жаратылуы, Адам алейхиссаламның құрмет ретінде Аллах Тағаланың бүкіл баршасын сәжде жасаңдар деген кезде Иблис алейхи лаъна қарсысы келушілерден болды. Міне Адам алейхиссаламға сол ұшында не қылды? Аллах Тағала не қылды? Иблис алейхи лаъна Аллах Тағаладан рұқсат сұрады. Қала анзирни иля яуми юбъасун, қала иннака минал мунзирин деді. Сонда Иблис алейхи лаъна: "Ей Раббым, маған рұқсат берген енді" деді. Яғни сенің пенделеріңді азғыруға, Аллах Тағаланың берген неғметін ұмыттыруға рұқсат бер маған деді. Иблис алейхи лаъна оған рұқсат берді. Саған рұқсат. Енді Иблис алейхи лаъна ол не істейді? Фабима агвайтани ла aqudanna lahum siratakal mustaqim деді. Осы себепті, Адам алейхиссалам себепті мен сенің рахметіңнен қуылғандығым үшін мен оның тура болған жолына отырамын деді. Яғни момын мұсылман туралықта жүретін болса, адам баласы туралықта жүретін болса, Иблис алейхи лаъна осы туралық жолына отырып алады. Оны осы туралықтан адастыру үшін. Аллах Тағалаға, яғни Иблис алейхи лаъна айтады: "Сумма ла атианнахум мин байна айдихим ва мин халфихим ва мин айманихим ва мин шамаилихим ва ла таджиду аксарухум шакирин" дейді. Сосын мен оларға не қылады дейді? Мен сол адамдарыңа, сол сенің құлдарыңа, сені танаған құлдарыңа алдынан келем, ар жағынан келем, оң жағынан, сол жағынан келем дейді. Сондықтан да олардың ішінде не қылады? Аз ғанасы ғана шүкіршілік танытады дейді. Яғни сенің берген неғметіңе аз ғанасы ғана не қылады? Шүкіршілік танытады. Осы аз ғананың өзі Алла субханала тағала жаңағы аяттың басында айтып кеткеніміздей, ол не қылды? "Уақалилум мин ибади шукур" деген сөз. Аз ғана пенделерім ғана шүкіршілік танытады. Неге? Өйткені көпшілігі Иблис алейхи лаънаның азғырған мәселелеріне еріп кетеді дейді. Сондықтан да Алла субханала тағала бір адамға неғмет берген болса, оның шүкіршілігін танытпауы, ол ойлайды, ол жай ғана дағдыланған нәрсе ғой деп. Жоқ, ол дағдыланған нәрсе емес. Бәлкім не? Ол Иблис алейхи лаънаның бізге азғыруменен қалыптасқан нәрсе. Ал мынау шүкіршілікке келген кезде жалпы
пенденің бойындағы сабырлыққа келсе де, не болмаса хикметлікке келсе де, не болмаса қандай да бір жақсы қасиеттерге келсек те, оның өзі не болады? Аллах Тағаладан беріледі. Сондықтан да Алла Субханала Тағаладан сіздер мен біздер көп дұға жасауымыз керек. Аллахым мені шүкіршілік ететіндерден қыла көр деп. Аллахым мені өзіңе тәубе ететіндерден қыла көр деп. Аллахым мені дұғамды қабыл ететіндерден қыла көр деп Аллах Тағаладан дұға етуіміз керек. Өйткені бұлардың барлығы Аллах Тағаладан берілетін неғмет. Аллах Тағала аятта айтады: «Уасанажзи шакирин» дейді. Яғни Аллах Тағалаға шынайы шүкіршілік танытатындарды біз не істейміз? Алла Субханала Тағала біз оларды жазалап қоямыз дейді. Яғни жақсылықпен жазалап қоямыз дейді. Ал осы Аллах Тағалаға деген шүкіршілікке келген кезде ғұламалар айтады, ол шүкіршілік үш түрлі болады дейді. Яғни ғұламалар шүкіршіліктің үш түрі бар дейді. Бірінші түрі дейді, ол жүрекпен жасалатын шүкіршілік дейді. Яғни пендеге не нәрсе келсе де, қандай бір тағдырында не нәрсе болса да, осы нәрсеге бұл Аллахтан ғой деп жүрегіне сезім қалыптастыру, бұл жүрекпен болған шүкіршілік болып табылады дейді. Мысалы, біреуге байлық келді, басқа қылды, ол еш нәрсе деген жоқ. Жай ғана жүрегімен бұның барлығы Аллахтан ғой деп таныды. Азап келсе де, қандай бір жағдай келсе де, жүрегімен бұның барлығы Алладан ғой депті. Бұл не болды? Адамның жүрегімен қылатын шүкіршілік болып табылды. Міне жүрекпен қылатын шүкіршілік. Мысалы, момын мұсылмандар бізге иман берген кезде иманның шарттары бар. Осы иманның шарттарында тағдыр мәселесі бар. Яғни не нәрсе болса да, ол Алладан деп сену, бұл тағдырдың тиістелген нәрселері. Тиістеген, яғни бізге тиістеп берген нәрселері. Осы тағдырға бойсынып, иман келтіріп тұрудың өзіне қалды, жүрекпен болған шүкіршілік болып табылды. Енді осы жүрекпен болған шүкіршіліктен тағы бір жоғары бір шүкіршілік бар. Ол қандай шүкіршілік деген кезде, ол тілмен айтылатын шүкіршілік. Не нәрсе, не неғмет болса да Аллаға шүкір деп айту. Қандай бір жағдай болса да Аллаға шүкіршілік таныту. Бұл не болды? Момын мұсылманның тілімен айтатын шүкіршілігі болды. Өйткені алдыңғы шүкіршілікке қарағанда бұл шүкіршілік не болды? Жоғарырақ болады. Неге? Өйткені Алла Субханала Тағаланың елшісі пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ауыздарын кеуіп кеткенше Аллах Тағалаға мақтаулар айтыңдар дейді. Яғни бір адам кейде бір өсек айтқан кезде, не болмаса кейде бір жағдай айтқан кезде, ол көп сөз сөйлейді. Ол көп сөз сөйлеген соншалықты ол ауызы кепкенше сөйлейді. Ал пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам не айтып жатыр? Ауыздарын кепкенше не қылыңдар дейді? Аллах Тағалаға мадақтар айтыңдар дейді. Аллах Тағалаға мақтаулар айтыңдар дейді. Ол не? Тілмен болатын шүкіршілік. Енді осы тілмен болатын шүкіршіліктен де тағы бір жоғары бір шүкіршілік бар. Яғни Аллах Тағаланың берген неғметіне одан да күштірақ шүкіршілік жасаудың түрі бар. Ол не жағдай деген кезде, ол денемен жасалатын шүкіршілік. Яғни пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам сіздермен біздерге осы нәрсені үйретіп кетті. Айша анамыз пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға ескертеді. Өйткені пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам тахаджуд намазындарында тұрған кезде, түнгі намаздарға тұрған кезде, Аллах Тағалаға жалбарынған кезде өте қатты жылайтын. Намаздардың ұзақ болған соншалықты табандары не қылатын еді? Табандары жарылатын еді. Сонда Айша анамыз, сіздер мен біздердің анамыз болған Айша анамыз не дейді? Я Аллахтың елшісі, расында Аллах Тағала сенің бұрынғы және алдыңғы күнәларыңды кешірді ғой деді. Сен өзіңді неге осылай қинайсың деген кезде, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам өзінің сөзінде айтады: мен шүкіршілік қылушы пенделерден болсам болмай ма дейді. Афала акуну абдан шакура дейді. Яғни Аллах Тағалаға шүкіршілік танытатын пенделерден болсам болмай ма дейді. Бірде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам бір сахаба мешітке кіріп келеді, 2 ракат намаз оқиды, сөйтеді де шығып кетеді. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам айтады: егер кімде-кім жәннаттың иесін көргісі келсе, мына кісіге қарасын дейді. Сонда әлгі кісінің артынан қуып жетіп бір сахаба айтады: Аллах Тағаланың елшісі мынандай бір сөзді айтты дейді. Егер кімде-кім жәннаттың иесіне қарағысы келетін болса, мына кісіге қарасын деп сізді көрсетті дейді. Сізде қандай амал бар? Аллах Тағала сізді сол амалыңызбен жәннатқа кіргізетін деген кезде, әлгі сахаба тұрып айтады: мен не қыламын дейді, мен әр дәрет алғанымда шүкіршілік ретінде Аллах Тағалаға 2 ракат намаз оқимын дейді. Яғни ешкімнің көмегінсіз, өзінің қуатымен, өзінің сана сезімімен дәрет алып, Алла үшін дәрет алып тазаланғаннан кейін Аллаға шүкіршілік ретінде 2 ракат намаз оқимын дейді. Сонда әлгі сахаба айтады: Аллах Тағала сізді осы қасиетіңізбен жәннатқа кіргізген шығар дейді.
Яғни бұл не болады? Адамның, пенденің амалындағы болатын шүкіршілік болады. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам қандай да бір жағдай болмасын, міне сіздер мен біздерге осындай бір шүкіршілікті танытады. Әрине момын мұсылман шүкіршілік қылмайтын адамдар деп айтпаймыз. Бәлкім не момын мұсылманда осы шүкіршіліктің ең жоғары болған жаңағыдай денесімен болатын, денесімен жасайтын шүкіршілігі бар. Ол нәрсеге шамасы жетпесе, тілімен жасайтын шүкіршілігі бар. Оған да шамасы жетпесе, иманы парыз еткен, иманы тиіс еткен не бар? Тағдырға иман келтіру. Не нәрсе болса да бір Аллах Тағаладан деп жүрегімен сезіну, бұл да не болды? Шүкіршілік болып танылды. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам шүкіршілікте не болмаса қандай да бір жағдай болған кезде бәрін сіздер мен біздерге үйретіп кетті. Сондықтан да біз сіздер мен біздер ертең қиямет күнде пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға куәлік етеміз. Аллахым, сенің расулың болған, Аллахтың ең соңғы елшісі болған Мұхаммад алейхиссалам дінді толығымен жеткізіп берді деп. Яғни дінді толығымен жеткізіп берген кезде діндегі не мәселе бар момын мұсылманға керекті. Бұлардың барлығын пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам не болды? Сіздер мен біздерге шүкіршілік үйретіп берді. Енді момын мұсылман жаңа аяттың басында, уағызымыздың басында айтып кеттік. Фәәммә биниъмати раббика фахаддис деп. Бірақ та сен не қыл дейді? Раббыңның берген неғметіңді сен не қыл дейді? Зікір еткен дейді, айтқын дейді. Міне Аллах Тағаланың берген үлкен неғметтерінің бірі ол не болды? Міне сіздер мен біздердің кешегі ата-бабаларымыз аңсап кеткен не болды? Тәуелсіздігіміз. Бұл момын мұсылманның, яғни қазақ жұртшылығына берілген неғметтердің, яғни үлкен неғметтердің ішіне жатады. Өйткені тәуелсіздік алуымызбенен біз кешегі бабаларымыз аңсаған дінімізге жеттік. Біз кешегі бабаларымыз аңсаған намазымызға жеттік. Не болмаса ұл қыздарымызды ислами тәрбиеде тәрбиелейтін мүмкіншілікке жеттік. Бұған да біз момын мұсылман алуымыз керек. Бұған момын мұсылман шүкіршілік етуіміз керек. Міне елдің Аллах Тағаланың берген шүкіршілігіне неғметі өтуіменен елдің асқағы биіктейді. Елдің іргесі биіктейді, нығаяды. Оның барлығы немен? Аллах Тағаланың уәдесімен. «Уайин шакартум ла азиданнакум» деген уәдесімен. Егер сіздер шүкіршілік танытатын болсаңыздар, әлбетте біз сізге еселеп береміз деген яғни Аллахтың уәдесі бар. Міне сондықтан да сіздер мен біздер Алла субханала тағаланың осындай бір берген неғметіне шүкіршілік танытып, мысалы кезінде осы қазақтың ауызбіршілігін ұстау үшін, не болмаса ауызбіршілігін жасау үшін қанша бабаларымыз, қанша даналарымыз тер төкті. Қазіргі таңда мына Аллаға шүкір, қазақ жұртшылығында ауызбіршілігіміз бар. Бұның өзі Алла субханала тағаланың берген неғметі. Бұған да біз не істеуіміз керек? Шүкіршілік танытуымыз керек. Аллах Тағала сіздер мен біздердің егемендігімізді берік етіп, ел ішіндегі ауызбіршілігімізді көркем етсін. Аллах Тағала Құран кәрімде уәде бергенде, Аллах Тағалаға шүкіршілік танытып, Аллах Тағала бізге осы неғметтерін одан да үлкен етіп беруіне Аллах Тағаладан көп-көп дұға жасайық. Аллах Тағала сіздер мен біздердің осы жұмаға келген қадамдарымызды хасанаттардан жассын. Аллах Тағала жасаған дұғаларымызды қабыл етсін. Уахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахым, естіген білгендерімізге амал ететіндердің қатарында болуымызды өзің нәсіп ет, Аллахым. Аллахым, өзіңнің берген неғметтеріңе шүкіршілік танытқандардың қатарында болуымызды өзің нәсіп ет. Аллахым, қиямет күнінде өзің уәде берген аз ғана пенделер шүкіршілік етеді. Сол пенделердің ішінде біз де болуымызды өзің нәсіп ет. Рамбана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.